суық тию, ренит, түшкіру, қырылдау. Тауықтар түшкіре бастады ма, қырылдап дем ала алмады ма, бұл жай суық емес, бұл сигнал. Егер дәл қазір қораны жылытып ем бастамасаң, ертең олардың барлығы да өледі. Көп адам тауықтардың түшкіре бастағанын байқайды да, жай суық деп ойлайды. Бірақ бұл қарапайым суық тию емес. Ол дұрыс күтім жасалмаса, жұқпалы ауруға айналуы мүмкін. Суық тию көбінесе қораның салқындығынан, жел өтінен немесе ылғалдан пайда болады. Тауық тынысы ауырлап, мұрнынан су ағады, жүре алмай қалады. Егер уақытында емделмесе, бронхит пен микоплазмаға ұласады. Емдеу жолы өте қарапайым. Біріншіден, қораны жылы, құрғақ, жел өтпейтін етіп ұстау керек. Еденге сабан немесе стружка төсеп, күн сайын тазалап отыру қажет. Екіншіден, тауықтың суына аздап марганец ерітіндісін қосу керек. Әлсіз қызыл түсте болу керек. Бұл микробтарды өлтіріп, тұмсық жолдарын тазартады. Үшіншіден, суға чиктоник немесе С витаминін 3 күн бойы тамызып беру керек. Бұл иммунитетін көтереді. Егер тауықтың тынысы әлі де ауыр болса, тилазин немесе тетракцилин сияқты антибиотикті суына қосып 3 күн беруге болады. Ал алдын алу үшін қораны жиі желдетіп, жылы ұстап, ылғал болдырма. Сонда тауықтарыңыз ауырмайды, қайта сергиді. Ал сенің табысың тұрақты болады. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, таныстарыңызға жіберіп қойыңыз. Каналыма тіркеліңіз, құстарға қатысты пайдалы ақпараттарды айтып отырамын.